Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі математика сабағының тақырыбы жиын дегеніміз не? Оқу мақсаты жиындарды элементтерінің белгілері бойынша құрып жіктейді. Екі жиынның бірігуін және жиыннан оның бөлігін ажыратып, көрнекі түрде кескіндейді. Балалар, бүгінгі көңіл-күйлерің қалай? Көңіл-күйлерің өте тамаша деп ойлаймын. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Балалар, алдарыңдағы суреттерден жемістер мен көкөністерді көріп тұрсыңдар. Осы жемістер мен көкөністердің айырмашылығы неде? Жемістер қайда өседі, көкөністер қайда өседі? Ендеше олардың өсу орындарына қарай, жемістер бақта өседі, ал көкөністер бақшада өседі. Ал сендер жақсы білесіңдер. Ендеше біз бақта өсетін жемістерді бір жиынға біріктірейік. Көкөністерді екінші жиынға біріктіріп отырмыз. Жемістер, көкөністер олар онда жиын болып табылады. Жиын деп отырғанымыз ортақ белгісі бар заттар жиынтығы. Онда жемістердің ортақ белгісі неде? Ортақ белгісі олар бақта өсіріледі. Ал көкөністердің ортақ белгісі олар бақшада өсіріледі. Міне балалар, жиын деп отырғанымыз ортақ белгісі бар заттар жиынтығы болып табылады. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі жиын туралы мағлұматты жақсы алды деп ойлаймын. Енді оқулықпен жұмыс жасайық. 108-109 беттер. Балалар, мына суретке назар салыңдаршы. Жиындарды атайық. Ендеше бірінші суретке қарайық. Бірінші суретте ыдыстар жиыны, екінші суретте гүлдер жиыны, үшінші суретте құстар жиыны және төртінші суретте жылқылар. Бұлар жиындар. Енді жиынның элементі деген не? Қарайықшы, жиынды құрайтын заттарды элементтер деп атайды. Бірінші тостағандар жиында неше элемент бар? Яғни неше тостаған бар? 6 тостаған бар, 6 элемент бар. Екінші суретте гүлдер жиында неше элемент бар? 6 элемент бар. Үшінші құстар жиында неше элемент бар? 6 элемент бар. 6 құс және жылқылар жиында неше элемент бар? 3 элементтен тұрады. Міне балалар, бұл жерде сендер жиынды құрайтын заттар, элементтер деп аталатын түсіндіңдер. Енді мына суретке назар аударыңдар. Балалар, қандай тамаша, табиғат жиындардың элементтерін ата. Бірінші жиын қандай жиын? Балалар, қызыл сопақшада бейнеленген жиындар ағаштар жиыны, оның элементтерін атайықшы. Қандай ағаштар өсіп тұр? Шырша, қарағай, қайың және емен ағашы. Бұлар ағаштар жиыны. Бұлардың элементтері шырша, қарағай, қайың, емен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Келесі суретке назар аударайық. Келесі дөңгелектің ішінде нелерді көріп тұрсыңдар? Бунақ денелілер, жәндіктер. Дұрыс айтасыңдар. Жәндіктер жиыны, бунақ денелілер жиыны. Оның элементтерін атайық. Көбелек, инелік және қоңыз. Бұлар бунақ денелілер жиыны. Олардың элементтері көбелек, инелік және қоңыз болып табылады. 3 элемент бар. Келесі сопақшада нені көріп тұрсыңдар? Гүлдерді көріп тұрсыңдар. Ал қандай гүлдер бар? Көк гүл, ақ гүл, сары гүл және қызыл гүл. Бұлардың элементтері көк, ақ, сары, қызыл гүлдер. 4 элемент бар. Бірінші ағаштар жиында неше элемент болды? 4 элемент болды. Бунақ денелер жиында неше элемент болды? 3 элемент және гүлдер жиында 4 элемент болды. Балалар, жиын деген сөзбен
элемент деген сөз түсінікті болды ма? Түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Ал ойланып көр. Мына элементтер қай жиынға жатады? Бұл жерде суретте бір-бірден көрсетілген. Бұл элементтер қай жиынға жатады? Табайықшы. Бірінші суретте қарлығашты көріп тұрсыңдар. Қарлығаш қай жиынға жатады? Әрине, құстар жиынына жатады. Екінші суретте ағашты көріп тұрсыңдар. Қайың ағашы қай жиынға жатады? Дұрыс айтасыңдар. Ағаштар жиынына жатады. Ал көбелек элементі қай жиынға жатады? Бунақ денелер жиынына жатады. Дұрыс айтасыңдар. Ал сары өрік ше? Сары өрік элементі қай жиынға жатады? Жемістер жиынына жатады. Балалар, элементтерді жиынға жатқыздық. Жарайсыңдар. Енді шығарып көр тапсырмасын көрейік. Ал әр жиындағы артық элементтерді табайық. Өзің шығарып көр. Дәптеріңе жаза қой. Әр жиындағы қай элемент артық екен? Соны дәптеріңе жаза қой. Жазып болдың ба? Жарайсың. Келесі тапсырма қандай жиындар шығады? Балалар, екі жиынды біріктірсе, онда жаңа жиын пайда болады. Егер бір жиыннан оның бөлігін алып тастаса, онда да жаңа жиын пайда болады. Көрейік, ол қалай екенін қарайықшы. Балалар жиыны мен ересектер жиынын біріктірсе, қандай жиын шығады? Біріктірсе, яғни қосса, әрине, адамдар жиыны шығады. Келесі сынып оқушылар жиынынан қыздар жиынын алып тастаса, қандай жиын шығады? Кәне ойланып көрейік. Әрине, ұлдар жиыны шығады. Көрдіңдер ме балалар? Сонда екі жиынды біріктірсе, яғни қосса, жаңа жиын пайда болады. Бір жиыннан екінші бөлігін алып тастасаң, тағы да жаңа жиын пайда болады. Жарайсыңдар балалар. Енді орындап көр тапсырмасын көрейік. Бұны өзің орындайсың. Отбасының мүшелерін ата. Олар жиын құрай ала ма? Енді отбасының жиынына достарың жата ма? Неге? Осы сұрақтарға жауап іздерсің. Маған айтуға дайындаларсың. Енді балалар, дәптермен жұмыс орындаймыз. 103-ші жұмыс парағы және 104-ші жұмыс парағы мен жұмыс орындаймыз. Жиындарды толықтыр. Берілген суреттегі қателерді тап және оны сызып таста. Жаңа жиын деген тапсырмаларды орындап берерсіңдер. Ал енді балалар, сабағымыздың аяғына жақындадық. Сонымен бүгінгі сабақта біздер жиын дегеніміз не, элемент дегеніміз не, соны түсініп алдық деп ойлаймын. Қараңдаршы балалар, мынау сендердің жақсы көретін кітаптарың. Бұл кітаптар жиыны, бірнеше кітаптар бар ішінде. Енді кітаптар элементі шалқан ертегісі, үйшік ертегісі, ары қарай бауырсақ, мақтағыз ертегісі. Ендеше кітаптар жиынында неше элемент бар екен? 4 элемент бар екен. Балалар, жиын дегеніміз не? Жиын дегеніміз ортақ белгісі бар заттар. Ал элемент дегеніміз сол жиынды құрайтын заттар. Түсінікті ме балалар? Бүгінгі сабақты жақсы түсініп алды деп ойлаймын. Бүгінгі өткен сабағымыз бойынша жетістік баспалдағы арқылы кері байланыс берейік. Егер өздеріңізге сенімді болып, тақырыпты түсінген болсаңдар, баспалдақтың ең жоғарғысына көтеруге болады. Ал сенімсіз болып, әлі де сұрақтарыңыз болса, баспалдақтың екіншісіне көтерілу керек. Әлі де
Одан да көп сұрақтарыңыз болса, онда баспалдаққа мінбей сұрақтарыңызға жауап іздеуді ұсынамын. Ал енді балалар, сабақ аяқталды. Қош сау болыңыздар.